Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге осындай өте керемет қарапайым ингредиенттерден жасалатын өте дәмді салатпен бөліскім келіп отыр. Менің арнамнан түрлі жаңа рецепттер табасыздар. Жоғалтып алмас үшін подписаться кнопкасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Салатқа қажетті барлық ингредиенттер мен мөлшері описанияда жазылып тұр. Салатты жасау үшін ең алдымен бізге пекин капустасы қажет болады. Оны видеодағыдай ұзынша, жіңішке ұзынша етіп, жақсылап барлықтарын турап аламыз. Өзіңіз көргендей видеодағыдай. Кейін оны ыдысымызға салып, келесі ингредиентімізді тураймыз. Яғни мен окорочка алдым. Сіздер тауықтың кез келген бөлік етін алуға болады. Суға жұмсақ болғанша жақсылап пісіріп аласыздар. Кейін осындай видеодағыдай етіп, барлығын турап шығасыздар. Ұзынша етіп, бәрін турап алдым. Оны да осылай ыдысымызға салдым. Кейін салаттың үстіне консерведегі горохтарды салдым. Және де піскен 3 жұмыртқамыздың сыртын ашып, осындай етіп, үлкенде емес, кіші емес, орташа 4 бұрышты етіп, барлығын турап алдым. Турап аласыздар барлығын. Кейін оны ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға татымына қарай тұзын, бұрышын салып, және де үстіне майонезімізді қосасыздар. Яғни 3 ас қасық майонезді қосып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып аласыздар. Дәмін татып көресіздер. Егер салат құрақтау болса, тағы кішкене майонез қосуға болады. Міне осындай өте керемет салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Лайк басып, жазылып кетуді ұмытпаңыздар.